Не мына Айназ? Қар ма? Қар көп па? Көп қар жауды ма? Үйге ауылға келін түссе екен, құдалар келсе екен, ондай шаңырағымыздың төрінде болса екен деп. Енді осылай шақырусыз келе беріңіздер. Ол әрдайым осылай қуанышымызда бәрінде аман есен отыра беріңіздер. Осылай үлкендер аман болсын, екі жақтың да, барлық жақтың да. Балдар көбейе берсін, ұрпақ келсін, келесі жыл сәби шілдеханалардың тойлары көп болсын бәріміздің ауылымызда. Үлкен рахмет, сол сыйластықтарыңыздың барлығы алдарыңыздан еселеп қайтсын, жолдарыңызды аша берсін, балаларыңыз аман жүрсін, көбейе берсін. Жаңа келінге арналған сыйлық, қос үйден қыр шықпа деп. Апам мен жеңгемді шақырып алып, осылай блиц опрос жасайын деп жатырмын. Бұл қайынапасы болады, бұл келіні болады деп. Бетешкім, подружка деп ойлайды. Да. Екеуі Ташкентте Моттың концертіне барып келе жүрген адамдар ғой деп, подружка. Соны айтам. Қайынапасы мен келінесе адам сенбейді. Соны айтам. Так, мен қазір сұрақтар қоям, чат-GPT дайындаған. Соған блиц опрос қоя, тезте жауап беру керек болады. Бір-біріңізді бірінші көргенде қандай ойда болдыңыздар? Қашан таныстыңыздар? Тойда бір көрдік. Тойда бір көрдіңіздер ма? Оған дейін танысқан жоқсыңдар. Содан кейін мысалға келін уже үйге келді, содан кейін не істедіңіздер? Мен аппақ күшті келді екен дедім. Өзіне елеседі екен дедім, мысалы әдемі өзіне елеседі екен деп ойладым. Андай ожидание, реальность болған жоқ ешқандай. Я ничего не ожидала, потому что ол деген інімнің қандай болса да, ол таңдауы, и қандай болса да, ол біздің үйде болады, яғни біздің үйге келетін кісі, сондықтан менде ешқандай ожидание болған жоқ. И прям бір көргеннен прям сразу ғой, інім екеуі жарасады екен дедім. Болды, сол немен әлі кетім. Сенде Шахы? Менде ма? Вроде асқатан да айтып айтқан сияқты, Кристоф Арсат, Кристоф Битер. Сосын мен қорқып жүрдім, басында қандай болады. Сол бірақ ондай емес. Бәрі нормально, спокойно. Мені жақсы қабылдады. Үйде кім сабырлы? Ешкім. Мен үшін ол сияқты. Ол сабырлы сияқты. Кім көп сөйлейді? Кім көп сөйлейді? Екеуміз бірдейміз. Да. Кім дәмді тамақ пісіреді? Точно. Үйретемін. Мен тамақ пісіре алмаймын, достар. Да, нормально жастың ғой. Бірінші қандай тамақ пісіріп берді сізге? Ең бір тойдан кейін ғой. Тойдан кейін не келді, сол сағытша ішті. Жоқ, ең бірінші өзің дайындаған тамақ қандай ол? Картошка пісіре бердім, оказывается, үйдегілер картошка жақсы білмейді. Сосын білмеймін. Жалпы көрермендерге айта кетейік, тойдың уақытынан қанша уақыт өтті қазір? 4-ші ай кетті. 4-ші ай айтып жатыр ма? Кім не жақсы көретінін уже білесің ба? Примерно? Примерно, я енді үйреніп жатыр. Қайынапаң не жақсы көреді? Больше ма? Борщ жақсы көреді сияқты основном, Ну, сорпа, не, майлы емес самое главное. А на самом деле шынымен жақсы көретініңіз қандай тамақ? Майлы емес, я. Борщ, тамақ. Борщ, да, сорпа нет, но майлы емес. Окей. Ал келініңіз не жақсы көретінін білдіңіз бе? Келінім маған жақсы көреді. Білем, өзім маған жақсы көретін сияқты. Сосын үйде барғанда андай өзбекский лағман. Білем, мен байқағаным лағман жақсы көреді. Сосын сол восточный тамақтар жақсы көретінін байқадым. Өзім мен көргенім. Андай, сосын тәтті жақсы көрмейді. Сондай тамақтар жақсы көретін, прям сочный, мощный дейді ма. Білем, өзім солай көрдім. Пока солай сияқты, да?
солай ма шынымен мен Ақылбек? мантаны жақсы өтеді. потому что келген сайын манты пісірейік айтады. бір біріңізден не үйрендіңіздер дейді. Мен Ақылбекке қарап андай сабырлы, андай мән бермеу, андай қалай болады ғой, андай кез келген нәрсеге андай мән бермеу. Мысалы мен бірдеңе айтып қалса мән беріп қалуым мүмкін да. Бөбек андай спокойно екен да сол жағына да. Мен сол нәрсені үйреніп жатырмын әлі. Көріп. Мен Гүлстапада тоже пысықтықты. Сосын манағыдай қамқор и барлығына бір нәрсе бергісі келіп тұрады. Особенно андай біреу келсе де бірге барса да беру. Мен беруге жоқ. Соны үйреніп жатырмын, основном соны алып жатырмын өзіме. Бірге уақыт өткізген ұнайды ма? Иә. Да, Тойдан кейін сразу уақыт бірге өткізіп жүр. Да. Отқа. Қазір бір естелік айтып жіберсеңіздер. Естелік. Енді ең қызық естелік ана болды. Біздер Моттың концертіне барып тұрық. И біздер енді епер сапар түседі да. Епер сапар түсағаннан кейін біздер уже қана жерде тұрған. Ішіміз пісті. Қазақтармен уже араласып бастадық. Аслында ешбіріміз бірімізге қарамай тұрдық. Кәдімгі неше түрлі турлар ғой. И уже араласып бастадық. Мә қаяқтан келдің деп. И сол араласып бастаған кезде бәрі айтады. Мә сен типа екеуің подружкасыңдар ма? Кім бірге келгендерін сұрап жатыр. И сосын біздер айтамыз. Біз бірімізге күліп тұрып жоқсың айтдық. Ақылбек айтады. Қайнапам дейді. Сенбейді. Неше жылғысың дейді. Жылымызға сенбеді бірінші. Жас көрдесі. Бірінші жылымызды сұрады. Енді менің жылымды айтқаннан кейін разница көп қойды. Қалайсың? Коллегисіңдер ма? Қалайсыңдар? Қалай доссыңдар дейді да. Сосын бөледі. Жоқ, қайнапам дейді. Тойдың фотосын көрсетіп. Тойдағы фотоны көрсетіп. Кеңес сұрау ма, әлде өз бетімен шешу ма дейді. Сұраған дұрыс қой енді. Шай ішіп әңгіме ме, жұмыс істеп үнсіздік пе? Шай ішіп әңгіме. Шай ішіп Қала ма, ауыл ма? Қала. Қала. Город. Таңертең или кешке? Ұйықтап отырмыз, кешке ғой. Қыдырамыз, шығамыз. Бір-біріңізге бір комплимент айтыңыз дейді. Иә. Осылай сізді жақын жүр. Самым главный. Сіз де бізге ақылшы болып отыра беріңіз. Иә. Рахмет. Осымен сұрақтарым аяқталды деп. Бүгін ұжымдастарымызбен жаңа жыл қарсаңында кездесеміз. Сол кездесуде өзіміздің есімімізден басталатын зат алып келуге келіскен едік. Менің есімім Назерке, Н әрпінен келетін начник алдым. Жұмысқа келіп, осындай предсказаниялар дайындап жатырмыз. Бұл предсказанияны қазір бүктеп, мандариннің астына жабыстырып қоямыз. Сосын әр ұжымдағы адамға сыйлайтын боламыз. Міне әр адамға арналған предсказанияны мандариннің астына өйстіп жабыстырып қойдым. Енді қазір осы барлық мандариндердің астына қағаздардың бәрін жабыстырамын дағын. Корзинаға салып, әдемілеп сыйлайтын боламыз. Мақтауға себеп болады, жол болады. Ақша күтпеген жерден келеді, бірақ әдеттегідей тез кетіп қалады. Қайтадан келеді. Осы жұмыста менің рас екенім өзі әдемі, өзі фигурный. Назерке, дәшіп аттым. Өстарсын деп. Осынандай бриллиантылар. Жаңасыға бриллиант ішінде баласына қызына пешене. Бүгін 29 желтоқсан кәсіподақтан жаңа жылға арналған сыйлығымызды алдық. Бұл мына жерде ваза, фруктовница бар екен. Және де бұның ішінде тәттілер. Қазір бұған обзор жасап көрсетемін. Міне осындай әдемі сыйлық сыйлапты. Сырты осындай әдемі, қызыл түсте Аяз атамен бірге. Бұның ішінде толған тәттілер бар. Біріншісі осындай рашен. Рашен. Альбени бар екен. Тук бар екен. Милка шоколады бар екен.
Snickers бар екен. Лейс бар екен. Барлығы мен жақсы көретін шоколадтар. Лейстада да мен сыр түрін жақсы көрем. Міне, және осы ең жақсы көретін шоколадым. Содан кейін осындай Bueno бар. Мен Bueno деп қоймау. Baby Fox бар. Kinder Bueno бар. Осындай печенье бар. Fix бар. Barney бар. Міне, Barney. Тағы да Albeni бар. Сосын Kinder Delice бар. Ең соңғы ішінде осындай Sprite бар. Және бүгін түсірген трендімізде маған Гаухар ападан горшок түсті. Оның ішінде гирлянда бар. Түнгі сағат 11:30. Біз өзімізге ыстық шай құйып алып, Рахаттың сыйлығына анпакинг жасайын деп жатырмыз. Қараңыздар, осындай дүкеннен Рахаттың сыйлығын алып келдік. Өзім қатты қаладым, осы Рахаттың сыйлығын жегім келіп, ностальгия ғой бұл дейтін. Бұрын менсінбеуші едік. Осы да өзім іздеп бардым арнайы дүкенге. Бұны уже қызымыз ашып қойған. Оның ішінен арахисті уже жеп қойды. Құттай қапты түбінде. Ал қалған конфет бізге қалды. Міне осындай сыйлық. Жақынырақ сіздерге көрсетейін деп жатырмын. 450 грамм конфет бар екен. Міне қызымыздың жеп қойған орешкасы бар осындай. Және осынша конфет. Бұның ішінде 1 вафли конфет, 2 вафли конфет, және 3 вафли конфеті бар екен. Вафли емес пе? Вафли емес сияқты. Мынау көктем деген конфет дейді. Так. Тағы қандай конфет бар. Crazy Frog дейді. Ана музыка бар ғой, білесің бе? Crazy Frog'тың мотоциклді кетеді. Так, бұл батончик дейді. Арахисовый батончик сияқты ғой. Так, мына жақта тағы мынадай конфетка бар. Сердцеедка дейді. Жалпы конфеттерден бөлек былай алып отырайын да. Мынау жаңағы Сникерстің плагиаты деп қой. Сондай ма мынау? Мынау кажется сол сияқты, иә. Сникерстің плагиаты. Плагиат емес, енді Сникерс сияқты конфет дегім келген ғой. Мынадай конфет бар екен. Суфле со вкусом абрикоса. Суфле дегенде мармелад сияқты нәрсе ма мынау? Иә, птичье молоко деген сияқты ғой, типа. Мармелад апельсиновый в шоколаде дейді. Плиточный сүтті шоколад бар екен, және осындай Қазақстан шоколады бар екен. Так. Сосын осындай конфеттер бар екен. Муза конфет. Трюфельные конфеты. Трюфельные конфеты дейді. Бұндай тек 2 штук шықты ішінен. 2 штук. Мынадай конфеттер бар екен. Махаббат дейді. Біздің конфетіміз. Гриляж. Бұл енді классика. Саған ұнай ма гриляж? Жақсы болды. Біреулерге гриляж ұнамайды екен. 2 литр арахисы ұнамайды. Бұны мен әжем жақсы көретін еді. Осыны үлкен кісен бәрі жақсы көретін. Так. Осын алтын құм. Бұлда да классика, Рахаттың классикасы. Маска. Тоже классика. Блюз деген конфет бар екен. Осын Южная ночь дейді. Бұны бірінші рет көріп жүрмін. Мен екеуін көріп жүрмін жалпы. Көрмеген конфеттер бар арасында. Мұнда тағы мынадай конфет қалыпты. Абрикосовый гриляж. Сосын карамелькалар қалыпты. 2 мынадай қоңыр карамель, 2 снежинка карамель. Жақсы көретін карамель жоқ екен, өкінішке орай. Иә. И қалғаны Ирис пе мынау? мынау ирис. Сосын ботагөз дейтін ирис бар екен.
Общий 4 ирис болды ішінде. Сосын қалған мармелад. Мына сказка деген мармелад. Так. Мында фруктовая атака деген мармелад бар. Осы вкустар әртүрлі. Жоқ, мынау астында ақ не бар. Прослойкалар. Ақ прослойкасы бар екен, да? Жоқ. Иә. Осынша конфет. Қаны. Құны 2,5 теңге болды. Қалай, тұрарлықтай ма? Әлде бөлек сатып алған тиімдірек пе екен? Не болса да, жаңа жылдың вайбын сезіндіретін әдемі сыйлық. Әлде көрейік. Crazy Frog. Бір фруктын дәм шықты. Шекеште өткіз жоқтым мен. Жоқ, бір фруктын дәм шықты. Есіме тұра алмайтын үш. Изюм ба, демеш. Өш, сухофруктын дәм. Неше деген баға қоясың оннан? 6 немесе 7 деген баға берем. Мен 10 деп қоятын едім. Жақсы, маған ұнады. Мынау күшті. Бұрыннан маған осы ұнайтын. Бұның именно ягодный түрі бар. Маған прям сол ұнайтын еді. Рахатовский сыйлықтар келген кезде вафельный конфеттерді теріп аламын, осы грилляждарды теріп аламын. Қалған қалдырып қоятын едім. Мен андай адам екем. Шоколад болғанға айтады. Андай фруктовый дәмдей маған ше өтпейді екен. Біздікі классика ғой. Мынандай шоколадтар ғой. Осылай ше әбден көрерсің. Жаңағы ашқан сыйлығымыздың ішінде осындай қазақша атаулардан құралған кәмпиттерімізді жинақтап отырмыз. Мысалы, айналайын, көктем, алтын құм, махаббат, Қазақстан туы және бота көз. Ертеде сонау қазақ елінде, алтын құмның төрінде, көктемнің жайма шуақ күнде айналайын, бота көздің махаббат шытырман оқиғалары деп. Әңгіме құрап отырған азамат. Осынша конфеттің арасынан қазақшасын теріп алып отыр. Қанша қазақша конфет бар екен деп ішінде. Сосын қиялын қосып, сізге осындай әңгіме етіп берді. Әңгімеміз ұнаса, жалғасын өздеріңіз комментарийге жаза кетіңіздер. Сіздердің де қиялдарыңызды бір оқып шығайық. Сіздер осы конфеттердің атауларыменен қандай әңгіме құрар едіңіздер? Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Келіп жеткен 2026 жылымыз құтты болсын. Мерекелі, берекелі, ырысқа толы жылымыз болсын деп тілеймін. Жаңа жылды қалай қарсы алдыңыздар? Комментарийге жаза кетіңіздер. Бүгін бізде 31 желтоқсан 2025 жылдың соңғы күні. Мен келін болып түскен үйде жаңа жылды атамаса да, елемесе де мерекелі кешкі ас дайындап қойдым. Ет қуырып, сыртне жасайын деп жатырмыз. Оливьені дайындадым, традиционно деп па. Сосын сочникке пісіріп қойдым. Үйде бар фруктыларды турап, солай қазір дәмді кешкі асымызды ішеміз. Мен оқырмандарыма жаңа жылдарыңыз құтты болсын деп айт. Құрметті менің келіншегімнің оқырмандары, сіздерді келе жатқан 2026 жыл жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге толағай табыс, байлық, денсаулық тілеймін. Жас күндер көп болсын. Тек қана Нәзеркенің жаңағы қызықты контентін, видеоларын тамашалап, лайк басып, колокольчик басып, комментарий жазып, қуантуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Тағы құтты болсын. Дед Мороз кеп қапты дейсің ба? Снегурочка кеп қапты. Дейді. Вау, Айнас. Апатайы. Бәріне подарка дайындапты Апатайы.
Что это такое? Ойыншық. Ойыншық. Касса дейді. Мә, дүкен ойнайтын болдың Айнас. Касса аппарат, да? Куроми бар. Куроми бар деп. Мә, әже не беріп жатыр? Не, ну не вот. Таспих. Таспих. Вау, не ол ашкон? Чехол? Чехол. Вау. Чехолға байдың. Мә, мамаға. Екеуде алдым ба мен? Екеуде тоже бір сізге екінші жеңілдер Рахмет. біреуі екінші жеңілдер келетін болып қалды. О, маған оранжевый чехол. Міне. Күшті. Құтты болсын, рахмет. Вау, әдемі. Әдемі, әдемі. Шашты кірететін ғой әже. Мә, мама бірдеме алып кетті. Вау. Мәшінесін алды оған. Маған да бар. Так, вау, менде дейтін украшение. Ол қазақша. Қазақша сырған. Күшті, жылтырақ күшті болып Бүгінгі біздің настроениемізді көтерген фото. Ал біз үйге общий бір подарка алдық. Үйге телевизор. Бүгінгі кешкі дастарханымыз. Ана әженің сыйлығы. Вот Ақботан берген әжеге сыйлығы. Таспих. Ірі жобаны жүзеге асырдық. Келесі жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы. Бұндай романтика. Ешкімде жоқ қой енді романтика. Бүгін 1 қаңтар қонаққа шығып бара жатырмыз. Қолымда сыйлығым бар, және де келінский носкиім бар деп бар. Осы носкиді әр үйге барған сайын өзіммен бірге алып жүремін. Өйткені аяғым жылы жүреді деп. Қайда қарасың? Барлығымыз жиналып бешбармақ жеп болдық. Енді соның артын тазалап жатырмыз. Қазір бұйырса осы составпенен бала-шаға болып, у-шу болып, ойын ойнайын деп жатырмыз.
Hayır.